Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Арай. Бүгін сіздермен 33 тастан тұратын есімі жазылған тәспі жасайтын боламыз. Мен осы мастер-класста сіздерге тәспінің өте оңай жасалу техникасымен бөлісетін боламын. Керекті заттар ең алдымен бізге 33 тас қажет болады. Және де осы 33 тасты 11-11-ден 3 бөлікке бөліп аламыз. Және де резиновый жіп, менде 1 мм. Және де бізге осындай шашақ қажет болады. Шашақтың түсі өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Және де осындай бел қажет болады. Және де Аллахтың жазуы жазылған коннектор немесе жарты айды қойсаңыз болады. Және де 2 ақ моншақ қажет, ол 33 тастан бөлек. Және де осындай межбусы қажет болады. Және де осындай қалпақтар қажет. Қалпақтардан 10-12 дана болса жеткілікті, немесе өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Және де осындай шарики межбусы қолданамыз. Және де әріптер қажет. Және де осындай сым темір, соединительное кольцо қажет болады. Керекті заттардың барлығын описаниеге жазып қоямын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Міне біз ең алдымен белімізге сым темірімізді осылай өткізіп, аламыз. Және де сол сым темірімізді осылай айналдырып аламыз. Міне бір-бірімен. Артық жерін қиып тастайтын боламыз. Біз қазір осы таспихтың төменгі бөлігін жасайын деп жатырмыз. Міне ең алдымен қалпақты осылай кіргізіп аламыз. Одан кейін ақ тасымызды салатын боламыз. Міне 2 моншағымыз осы таспихтың төменгі бөлігіне керек болады. Міне тағы да қалпағымызды кигіземіз. Ендігі кезекте есімімізді тізетін боламыз. Содан кейін тағы да қалпақ кигізіп, екінші тасымызды тізетін боламыз. Ендігі кезекте осы 2 коннектордың бірін қолданамыз. Мен Аллах коннекторын қолдандым. Міне осылай айналдырып шығамыз, үзіліп қалмайтындай жақсылап байлауымыз қажет. 1-2 рет осылай өткізіп байлаймыз. Және де артық жерін қиып тастаймыз. Міне осы Аллах коннекторын орнына осы жарты айды қолдансаңыз болады. Ендігі кезекте шашағымызды қоятын боламыз. Ең алдымен ол үшін соединительное кольцоны алып, осылай майыстырып алып, ішіне шашағымызды енгізіп, Аллах коннекторына өткізетін боламыз. Міне осылай. Енді коннекторымыздан өткізіп, оны қайтадан бекітеміз. Міне осылай қысамыз. Міне біздің таспихымыздың астыңғы бөлігі дайын. Ендігі кезекте үстіңгі бөлігін жасайтын боламыз. Міне шарики межбусы осында өте кішкентай.
Сіздер оны қолданбасаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша міне ең алдымен резиновый жібімізді алып, осы астыңғы бөлігін өткізіп аламыз. Содан кейін қалпағымызды өткіземіз. Содан кейін ары қарай 11 моншағымызды тізіп шығамыз. Мендегі осы тастар агат тастары. Сіздер кез келген тастан жасасаңыздар болады. Он бір тасымызды тізіп болғаннан кейін соңынан осылай қалпағымызды өткізіп, одан кейін домалақ межбусымызды өткізетін боламыз. Тағы да қалпақ кигіземіз. Содан кейін тура жаңағыдей 11 моншақты қайта тізіп шығамыз. Он бір моншағымызды тізгеннен кейін тура жаңағыдей қалпағымызды кигізетін боламыз. Міне осылай домалақ межбусымызды тағы өткіземіз. Және де тағы да қалпақ кигіземіз. Ары қарай қайтадан 11 моншағымызды тізетін боламыз.
Егер де мастер-классына сай еңбегімді бағалап, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Он бір моншағымыз тізгеннен кейін қайтадан қалпағымызды кигізетін боламыз. Ендігі кезекте резиновый жібімізді артық жерін қиып аламыз, сәл ұзындау етіп аламыз. Енді оны байлайтын боламыз. Байлағанда резиновый жібімізді мүлдем үзілмейтіндей жақсылап байлауымыз қажет. Осылай бір-екі рет айналдырып байлаймыз. Байлап болғаннан кейін артық жерін қиып тастайтын боламыз. Содан кейін ол түйіншегіміз көрінбес үшін осы бейліміздің астына көрінбейтіндей қоямыз. Мінекей, есім жазылған таспихымыз дайын. Өте әдемі, керемет болып шықты. Егер осы мастер-класс ұнаса, парақшама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Рахмет. Және де көптеген қазақ тілде мастер-класстар шығарып тұрамын. Сондықтан да жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Және де қазақ тілді арнаны дамытуға атсалысыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Арай.